Достар, сәлем, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік асханасының тағамы мискет көфте, қазақшаға аударғанда кішкентай котлет деген мағына беретін керемет кешкі немесе түскі ас рецептін ұсынамын. Бұл тағам қолжетімді өнімдерден өте оңай және тез жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен бір кішігірім пияз алып, оны мінекей осылай турап ұсақтағышқа саламыз. Артынан 2 тілім сарымсақты да қосып жіберіп майдалатып аламыз. Мінекей достар, пияз бен сарымсақты осылайша майдалатып алуымыз керек. Енді осыны 400 грамм майы жоқ немесе майы өте аз тартылған етке саламыз. Одан кейін бір үлкен жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, кориандр және паприка саламыз. Және соңында 4 ас қасық кептірілген нан, яғни панировочный сухари қосып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластыру керек. Етті бірнеше рет ұрғылап алсаңыздар да болады. Енді қолымызды кішкене сулап, көфте немесе фрикадельке жасауға кірісеміз. Менде 400 грамм еттен 28 орташа дана көфте шықты. Ал қазір қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, көфтені бір-бірден салып бастаймыз. Фрикаделькені қатты отта 3-4 минуттай жан-жағын қызартып қуыру керек. Араластырғанда қасық қолданбаймыз, достар, тек қана мінекей осылайша көфте күйіп кетпеу үшін жиі араластырып тұрамыз. Мінекей көфте дайын, енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал енді табаға тағы кішкене сұйық майдан құйып, майдалап туралған бір орташа пиязды қуырып бастаймыз. Енді 2 ас қасық томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластыру керек. Соңында 450-500 граммдай су құямыз. Және дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосып, бір араластырып алғаннан кейін табаның қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнап бастағаннан кейін көфтені салып, орташа отта 3-4 минуттай бұқтырамыз. Мінекей достар, мискет көфте атты тағам дайын. Бұл тағамды күріш, макарон, қара құмық немесе мен секілді пюремен бірге берсеңіздер болады. Достар, рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.